Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен брауни пирогын ерекше етіп жасаған болатынмын. Соның рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен табамызға шоколадымызды алып, салып алғанбыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Кез келген шоколад қолдансаңыздар болады. Шоколадымыздың үстіне сары майымызды салып, духовкада ысытып алатын боламыз. Одан соң үлкенірек табамызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксермен осылай үлкейгенше араластырып алатын боламыз. Жаңағы ерітілген шоколадымыз бен сары майымызды осы массамызға құятын боламыз. Жақсылап тұрып, тағы да миксермен миксерлейміз. Енді кезекте ұн, какао және қопсытқышымызды салып, біртіндеп сала отырып, араластыратын боламыз миксермен. Неге осылай бөліп салсаңыздар жақсы болады. Бізде осындай масса шығу қажет. Өте керемет болып шықты, және мен осындай арахис қосатын боламын. Сол кезде біздің брауниміз дәмдірек болып шығады. Сондықтан осындай арахис немесе грех жаңғағын қоса аласыздар. Енді кезекте осылай барлығын араластырып болғаннан кейін өздеріңіздің қалаған формаларыңызға саласыздар. Менде осындай 24 сантиметрлік домалақ пішіндес формаға салдым. Енді осы тестамызды 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Және де мен тағы да глазурын жасап алған болатынмын. Оған жаңағы Қазақстан шоколады мен орехты қосып осылай жасаған болатынмын. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын аунатып алып, осылай салып алатын боламыз. Және де осы дайын болған браунилерімізді морозильникке немесе холодильникке 10 минут, 15 минутқа салып қоясыздар. Мінекей браунилеріміз де дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте тез әрі дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі деген енді ауызда ериді. Астарыңыз дәмді болсын.